Мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова Ақтөбе облысына жұмыс сапарының екінші күнінде ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Менің жетістігім, тәуелсіздігімнің жетістігі» атты жастар форумына қатысты. Оған Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау және Қызылорда облыстарының өкілдері, сондай-ақ Ресейден Орынбор облысының делегациясы келді. Елімізде алғаш рет Ақтөбе жерінен бастау алған форум аясында ел жастарына арнап үндеу қабылданды. Тақырыпты тілшіміз Серік Әбдібек толықтырады. Мемлекеттің тірегі жастар, бұл елбасының сенімі. Тәуелсіздік алып өз қолымыз, өз аузымызға жеткен сәттен мемлекет басшысы жастардың сапалы білім алуына ерекше мән берді. Сол сарабдал саясаттың ішкі сыртқы қатынастарды ұтымды жүргізудің нәтижесінде еліміз дамыған 50 елдің қатарына қосылды. Ендігі меже 4 құбыласы түгел 30-дық. Елімен елбасының қажырлы еңбегі жастардың болашағын айқындай түсті. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев елімізде алғаш рет өткізілген форумдағы кіріспе сөзінде жас достарына жол көрсетті. Құрметті жас достар, сіздердің алдарыңызда үлкен мүмкіншілік бар, үлкен болашақ бар. Сондықтан сіздердің ең негізгі міндеттеріңіз қазіргі заманның талабына сай білім, тәрбие алып, басқа мемлекеттердегі тұрып атқан өздеріңіздің құрбыларыңыздан, құрдастарыңыздан қалмасын деген уақыт деген тез өтіп кетеді. Сондықтан қазіргі барлық мүмкіншілікті пайдаланып, мына еліміздің болашағы үшін, еліміздің дамуы үшін білім алып, еңбек ету керек. Ең негізгі сіздердің бір міндеттеріңіз тек қана осы Қазақстанның төңірегінде тоқталып қалмай, бұлай үлкен шеңберге шығып, мынау ең бірінші көршілес мемлекеттермен, одан кейін басқа мемлекеттермен қарым-қатынас жасау керек. Форумның құрметті қонағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова өз сөзінде мемлекет тарапынан өскелең ұрпақты тәрбиелеу ісіне басым көңіл бөлініп отырғандығын атап өтті. Елбасы Қазақстан халқына жолдауында атап өткендей, елімізде 2017 жылдан бастап жастарға кәсіптік техникалық кәсіби білім тегін беріледі. Өткен жыл ғана өңірлерде жастар саясатын жүзеге асыру үшін қазынадан 4 миллиард теңгеден аса қаржы бөлінген. Дипломмен ауылға бағдарламасы аясында ауыл-ауылға 37 мың жас маман барған. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жастардың жасампаз күшіне әрдайым сенім артады. Қазақстанның қазіргі заманға сай қарыштап дамуы мен басты шарт ретінде қабылдайды. Біз жастардың жарқын күш-жігері, яғни бәсекеге қабілетті адами капитал арқылы дамудың дара жолы Қазақстан 2050 стратегиясында белгілеген мақсаттарға қол жеткізе аламыз. Биыл мемлекетіміздің ұлық мерекесі тәуелсіздікке 25 жыл толады. Еліміздің осы ширек ғасырлық мерекесіне Қазақстан халқы әсіресе жастар жаңа табыстармен үлес қосады деп сенемін. 1994 жылдан бері 11 мыңнан аса жас ізденуші болашақ бағдарламасы арқылы алыс-жақын шетелдердің ең озық оқу орындарында білім алған. Мемлекеттік хатшы жастарға тегін білім беруге арналған серпін бағдарламасының авторларының бірі Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаев екендігінде атап өтті. Жастар үшін алынбас қамал жоқтығын орынборлық қонақтарда құптады. Более 1000 представителей молодежи из разных регионов России и Казахстана. Қазақстан мен Ресейдің мәңгілік достығы жастар үшін де тиімді болып отыр. Бүгінде Қазақстанның 20 мыңнан аса жас ізденушілері Мәскеу, Санкт-Петербург, Омбы мен Орынбордың жоғары оқу орындарында білім алып жүр. Өз кезегінде Ресейдің шекаралас облыстарының жастары да Қазақстанда білім алуға мүмкіндік алған. Екі елдің жастары әртүрлі жиындарда кездесіп, тәжірибе алмасып келеді. Бүгінгі форумда біз үшін өте маңызды. Форумда студенттік, жұмысшы және ауыл жастарының этномәдени бірлестіктерінің өкілдері, жас кәсіпкерлер, тәуелсіздік құрдастары сөз сөйледі. Әсіресе Атырау облысының өкілі Дулат Ғұбайдолланың жалынды тілектері көпшіліктің қолдауына ие болды. Маңғыстаудың жұмысшы жастарының өкілі де еліміздің нақты саясатының жемісі туралы ұстамды ойын айтты. Елбасымыз қазақ елін әлемдік мұхиттық айдынына түскен кемедей қылып, желкенін жығылдырмай, соғыс пен қасіретке ұрындырмай аман-есен алып келе жатыр. Содан бері біздің еліміз керемет ғажап болып дамыды. Кеңестің қойнынан шыққан бодан елде менсінбей жүргендер босағадан бастарын иіп кіріп, сәлемімізді алмай кей мемлекет саулығымыз сұрайтын дәрежеге жеттік. Мың өліп, мың тірілген қазақ үшін бостандықтың бағасы дым қымбат, тәуелсіздіктің тұғыры дым қастерлі. Ендігі мұратымыз қолда бар алтынымызды жоғалтып алмай, тәуелсіздігімізді баянды етіп, мәңгілік елге айналып,
елбасымыз көрсеткен қазақстандық арманға қол жеткізу. Елімізде жастардың жан-жақты даму үшін жасалған қолайлы жағдайлар мен тиімді жұмыс үлгісі туралы қала мен аудандарда жастармен жасалған жұмыстардың нәтижелерінде жастардың өздері баяндады. Ғылыми экономиканы құрудағы жастардың үлесі туралы да кеңінен айтылды. Ал екінші бақыттың тіліменен, тас жүректі тілімен түнделім. Кей елден дүниеден түнсем де, қасиетті түнмеймін. Тәуелсіздіктің жетістігі менің жетістігім. Менің жетістігім ол Қазақстанның жетістігі. Елбасы біздер үшін айқындалған мақсат, міндеттер берді. Оны жүзеге асыруда жастар үшін, жастарды білімін сапалы алып, жақсы маман болып дайындалу үшін атап өткендей болашақ стипендиясы бағдарламасы, дипломмен ауылға, жұмыспен қамту 20-20 бағдарламалары сіздер мен біздер үшін, жастар үшін әлеуметтілікті арттыру мақсатында ашылғаны және сол әлеуметтілік арттыруы шын мәніндегі жүзеге асып жатқандығы бүгінгі күннің айқын көрінісі. Форум барысында жалынды патриоттық әндерде шырқалып, отанға деген ыстық сезімді оятатын әндерге залдағы жастар қосылып, студенттер сарайы тербеліп тұрды. Форум қорытындысы бойынша сахнаға ақтөбелік жастар көтеріліп, Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналып, алғаш рет біздің облыстан бастау алған 5 марафоннан тұратын болашақтың 25 идеясы атты іс-шаралар топтамасын жария етті. Спортсыз бір күн жоқ. Болашақтың 25 идеясы ғылыми марафоны, 25 қайырымдылық марафоны, Экотренд 04 экологиялық марафоны және бабалар ізімен атты ұлттық мәдениет шығармашылық марафоны бастау алды. Сонымен қатар, менің жетістігім тәуелсіздіктің жетістігі атты өңіраралық жастар форумының қатысушылары атынан бүгінгідей бас қосуды Қазақстанның оңтүстік, солтүстік, шығыс аймақтарында өткізіп, қорытындысын 16 желтоқсан қарсаңында елордамыз Астана қаласында ұйымдастыруды ұсынамыз. Қазақстан болашақ жолында аянбай еңбек етіп, күш-жігерімізді біріктіру әрбір жас қазақстандықтың азаматтық парыз деп санаймыз. Алға, Қазақстаным! Сондай-ақ еліміздің жастарына форумға қатысушылар атынан үндеу қабылданды. Серік Әбдібек, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.